Иық буынының артрозы буын шеміршегінің бұзылуымен және сүйек тінінің өсуімен бірге жүретін созылмалы ауру. Иық буыны төменгі аяқ буындарына қарағанда артроздан аз зардап шегеді, өйткені ол тірек қызметін атқармайды. Оған жүктемелер әдетте орташа ауырлықта түседі. Сонымен қатар көптеген адамдар иық буынымен күні бойы белсенді қозғалыста болады. Алайда егер артроз әлі де дамып жатса, бұл адамның өмірінің қалыпты ағымын айтарлықтай бұзады. Ауырсыну мен буындағы қозғалыстың шектелуіне байланысты қолды көтеру, бүйірге апару, қолмен жұмыс жасау ғана емес, сонымен қатар қарапайым тұрмыстық әрекеттер де қиынға соғады. Бастапқы кезеңде артроз иық буынының қозғалысы кезінде қытырлауы мен сықырлауы, сондай-ақ иық аймағындағы тіндердің шамалы тығыздалуы болуы мүмкін. Әдетте бұл белгілер байқалмайды, немесе ауырсыну пайда болғанға дейін қалыпты деп қабылдайды. Иықтағы ауырсыну біртіндеп артады, жиі пайда болады, күшейеді, тіпті аз жүктемелерден кейін қоздырылады. Уақыт өте келе артроздың 3-4 сатысында буын саңылауы айтарлықтай тарылады, шеміршек тіндері жұқарады және сүйек тінінің компенсаторлық өсуі басталады. Нәтижесінде иық буындағы қозғалыс амплитудасы күрт шектеледі, ал ауырсыну симптомы тыныштық пен түнде де басылмайды. Артроз – бұл ересек жастағы адамдардың ауруы. Ол әдетте 50 жастан кейін пайда болады. Иық буыны өмір бойы тозуға бейім болмағандықтан, артроз әдетте ескі жарақаттар, сынықтар, байламдардың жыртылуы, сондай-ақ жұқпалы аурулар және сүйек жүйесінің созылмалы патологиясы, мысалы остеопороз сияқты аурулардан соң дамиды. Көбінесе иық буынының артрозының себебі кәсіби белсенділіктің ерекшеліктері, иық белдеуінің тұрақты күшті жүктемесі болып табылады. Бұл құрылысшыларға, тасымалдаушыларға, ауыр атлеттерге тән. Қосымша қауіп факторы артық салмақ және онымен байланысты метаболизмдік бұзылуларға жатады. Артрозды диагностикалау үшін рентгенография жасалады. Бұл буындағы патологиялық өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді. Егер рентгендік зерттеу жеткілікті ақпарат бермесе, оның КТ немесе МРТ қосымша зерттеуі жүргізіледі. Артрозды анықтаған кезде дәрі-дәрмекпен емдеу тағайындалады. Қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын дәрілер, блокадалар, хондропротекторлар ұсынылады. Физиотерапия да ұсынылады. Электрофорез, дарсанвал, магнитотерапия, парафин терапиясы, сауна. Бұл әдістердің барлығы буынға пассивті әсер етеді. Олар симптоматикалық терапия ретінде жақсы, бірақ аурудың дамуын толық тоқтата алмайды. Өкінішке орай артроздың басты қаупі ол үнемі дамып отырады және нәтижесінде қайтымсыз салдарға келеді. Ал егер иық буыны зардап шегетін болса, бұл науқастың өмір сүру сапасын айтарлықтай төмендетеді және жұмысқа қабілеттілікке теріс әсер етеді. Арнайы иық буынына жаттығулар жасау артрозды тоқтатуға көмектеседі. Ауырсынуды басу және жалпы жағдайын жақсарту пациенттің күш-жігері мен сеніміне байланысты. Бұл артроздың жоғары дәрежесінің пайда болуының ең жақсы алдын алуы. Арнайы жаттығулар микроциркуляцияны, лимфодренажын қалпына келтіруге көмектеседі. Осының арқасында буын шеміршегінің қоректенуі, буын беттерінің сырғуы және иық буынының қызметі қалыпқа келе бастайды. Құрметті көрермендер, сіздерге сабақ ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.